Ақ орамалдың астында егіліп жылап отырған іңкәрға жанындағы құрбысы құлағына сыбырлады. Іңкәр, жыламашы енді. Мәди жақсы көрсе келіп алып кетер еді ғой. Оның сенімен ісі де болған жоқ. Мен өзім телефонмен хабарласып айттым. Бақытты болсын деп телефонды қоя салды ғой. Оған керек емес болсаң, несіне жылайсың? Одан да болашағыңды ойлашы. Менің ағам керемет жан. Оқыған, қызыл дипломы бар. Жұмысы да, айлығы да жақсы. Ары қарай іңкәрдің құлағы ештеңе естіген жоқ. Сене алмай отыр. Мүлде танымайтын, бір ғана рет көрген жігітке қалай тұрмысқа шықпақшы. Оның үстіне Мәди деп соққан жүрегі ғашығын іздеп атша тулап, бір орында отыра алар емес. Іштей, мүмкін емес дегенмен телефондағы бақытты бол деген хабарламаны қайта-қайта бейне бір әріптері ауысып кеткендей ешіктеп, әр әріпін мұқиятпен оқиды. Оқиды да жүрегі қанжылайды. Осы сәтте есік ашылды да аяғын кербез басып дастан кіріп келді. Өзі келбетті, сұңғақ бойлы, денелі жігіт. Сондықтан да болар, жүрген ортасында өзіне сенімді, бойын тік ұстайды. Аздап менмендігі басым жігіт іңкәр мен Балжанның жанына отырды. «Иә, қыздар, қалайсыңдар?» «Жақсы, өзіңіз қалайсыз?» деді күлімсіреп Балжан. Нағашы ағасы басын изеді де іңкәрға бұрылып. «Кешеден бері жылап отырсың ғой. Мүмкін қоярсың. Уайымдама, мен сені бақытты етемін. Ештеңеден таршылық көрмейсің. Қалағаныңды алып берем. Бар тілегің орындалады» деді салмақты жүзбен. Жалт бұрылған іңкәр. «Расымен, бар қалауымды орындайсыз ба?» «Иә». «Онда мені жіберіңізші, өтінем сізден». «Кетейінші, жіберіңізші, жалынамын. Менің жігітім бар. Ол білмейді, білсе келіп алып кетер. Мені іздеп жатыр ол». Іңкәр, ол сенен бас тартты. «Өзің көрдің ғой. Қайда бармақшысың жаным-ау? Қайта қуансаңшы, қандай керемет, бақуатты отбасыға келін болдың. Енді жегенің алдыңда, жемегенің артыңда. Еш уайым жоқ. Рахат өмір ғой сенікі. Шіркін, бізге де осындай жер бұйырса екен» деді құрбысы күліп. Үнсіз тыңдаған дастан ештеңе деместен шығып кетті. Кешеден бері орамал салушылармен алысып жылап, нәр тартпаған іңкәр титығы құрып, әлсіреп кетті. Амалы жоғынан су сұрады. «Жаным-ау, кешеден бері дастархан жайып, тамақ әкеліп жатыр, өзің қырсығып ішпей отырсың ғой. Қазір мен айтайын, ыстық тамақ алып келет» деп құрбысы шығып кетті. Іңкәр дереу телефонын алып сүйіктісіне соңғы рет хабарласуды ойлады. Телефон сөндірулі. Соңғы үміті үзілген іңкәр сылқ етіп өзін тастай салды. Алып кететін сүйіктісі жоқ. Босаға аттап қойды. Басына орамал салынды. Енді қалмасқа амал жоқ. Ауылда тәрбиеленген қыз босаға аттады, орамал салды деген не мағынаға ие екенін өте жақсы біледі. Кезінде жеңгелері де солай келіп амалсыз қалған. Солар секілді бақытты болып кетермін деп ұқты. Енді кетер болса, қайтып келген атағын алатыны сөзсіз. Бір күн бойы алысып бақты. Ақырында өзі шаршап, үміті үзілді. Сол жерде жүргендердің бәріне жалынып жылады. Дәл бір робот сияқты ешкім тыңдамайды, өтіп кетеді. Қуғыншылар да келді. Аға жеңгесі, әпке жездесі келді. Ата-анасының айтуымен пәленшенің қызы қайтып келіпті деген ат алып бермей, қалсын деген бұйрығын ала келіпті. Демегенде конверттегі кешірім пұлды көріп көңілдері көншіген болатын. Ондай сумманы бұрын ешкім кешірімге бермеген. Іңкәр қуғыншылармен жылап көрісті. Кеткісі келетінін тек әпкесіне айта алды. Бірақ одан да үміт жоқ еді. Ата-анасының бұйрығына қарсы келе алмайды. Қуғыншылар көңілді қайтты. Той өтті. Бір 7-ден соң үлкен тойында жасады. Құда күтіп шығарып салды. Бар жоғы 2 аптаның ішінде іңкәрдің бүкіл тағдыры шешіліп тастады.
бірте-бірте үйренісе бастады. Бір қуанатыны күйеуі Іңкәрға ешқашан қысым көрсеткен емес. Бір бөлмеде 2 бөлек төсекте ұйықтайды. Той өткен соң бұл дұрыс емес екенін сезген Іңкәр амалсыз көнді. Үй тіршілігімен танысып, жан-жақты жинап теріп, кір жуумен күні өтіп жатыр. Үстін той болған соң үй үнемі шашылып жатады. Үйде алыс туыстарының қызы жүреді екен. Сол көмектеседі. Әңгіме арасында осы үйдің қызметшісі ретінде жұмыс істейтінін айтты. Үй қызметшісін тек кинода көрген Іңкәр таңырқап қалды. Құрбысы айтқандай жегені алдында, жемегені артында, дәулетті отбасында Іңкәрдің күндері өте берді. Алғашқы 1 ай тек той деп, одан қала бере келім-кетім бар деп қатты шаршайтын. Адам аяғы саябырсыған соң Іңкәр мен Дастан бір-бірін дұрыстап танып, әйел мен күйеу ретінде өмірлерін бастап кетті. Рас, Дастанның мінезі мәз емес. Баршылық өмір сүріп үйренген соң ба, өзін тым жоғары ұстайды. Кейде Іңкәрға менсінбей қарап, барлығын өзі таңдағысы келіп тұрады. Іңкәр ол кезде ренішін білдіріп, бет-жүзің бар демей қойып қалады. Дастан, сен жоқшылық дегеннің не екенін білмей өстің. Түсінем, бұл мінез. Бірақ адамды олай келеке етуге болмайды. Сен сияқты бай-бақуатты отбасынан шықпасам да, шүкір тәрбием бар. Адамдардың көңіліне қарап сөйлеуді білемін, деді бұртиып. Бұны тыңдап тұратын Дастан ба қолын бір сілтеп кетіп қалады. Отбасылық өмірге көндігісіп келе жатқан Іңкәр бәрі түзелер деген оймен үнсіз қалады. Күндер өтіп жатты. Төркінге баратын болып ата-енеден рұқсат алып жас жұбайлар жолға шықты. Жол бойы Іңкәрдің мазасы кетіп, жүрегі айнып төркініне әрең жетті. Қыздарын көріп көзайым болып ата-анасы бәйек болып жүр. Ал Дастан есіктен кіргеннен тыржиып, қабағы бір ашылмады. Қайын жұртымен салқын амандасты. Іңкәрді тастап асығыс, жайылған дастарханға қарамай қоштасып шығып кетті. Оған аса мән бере қоймаған үйдегілер Іңкәрді айналшықтап, жағдайын сұрап, мәре-сәре болды. Іңкәр әкелген сыйлықтарын үлестірді. Енесі беріп жіберіпті. Мына сыйлықтарды көрген үй іші таңырқап қалды. Дәл тойдағы киіт секілді. Құдағиға сәлемдеме деген жазуы бар үлкен қоржынды толтырыпты. Анасына бренд сумка, әкесіне нарковая шапка, 2 сіңлісіне бренд иіссу, інісіне сағат. Анасы ішінен мен не беріп жіберемін енді деп ойлады. Қызым-ау, мұның бәрін неге көтеріп келдің? Қажет емес деп айтпадың ба? Алмақтың да салмағы бар. Мен бұлай қайтара алмаймын. Түймам, ала берсеңізші. Қайтар деп берген жоқ қой. Шын көңілмен сыйлық деп берді. Біздің апамыз өзі сондай қолы ашық кісі. Сонда да Іңкәр төркінінде 3-4 күн жатты. Дастан бір хабарласпады. Оны жақсылыққа жорыған келіншегі жақсылап демалсын деген шығар деп ойлады. Тұтқаны көтерген Дастанның тілі күрмеліп, дұрыс сөйлей алмай тұрғанын естіген келіншегі уайымдап қалды. Арғы жақтан музыканың қатты дыбысы естілуде. Дастан, қайдасың? Хабарласпадың ғой. Өзің неге хабарласпайсың? Мен төркінде болған соң. Қашан қайтасың? Келіп алып кетесің ба? Жоқ, қолым босамайды. Өзің келе бер, деді де тұтқаны қоя салды. Ертеңіне дейін уақытты өткізе алмаған Іңкәр түнімен уайымдап шықты. Таң ата ерте тұрған ол ата-анасымен қоштасып үйіне қайтты. Таксиде отырып күйеуін ойлай берді. Тағы да хабарласып көрсем бе екен? Телефонын алған келіншек хабарлама келгенін көрді. Төркініңде тағы біраз бола тұр деген Дастанның хабарламасын оқыды. Қоңырау соғып келе жатқанын айтпақшы. Алло деп күйеуі ұйқылы ояу жауап берді. Дастан, мен келе жатырмын. Мен саған не дедім? Сонда біраз бола тұр дедім. Үйде ешкім жоқ. Папа-мама демалысқа кеткен. Мен жұмыстармен жүрім. Мейлі бола берсін. Үйде боламын ғой. Сен не сөз ұқпайсың ба деген Дастанның дауысы қаттырақ шықты. Мен таксидемін ғой.
Жарайды, келе бер енді. Осы кезде Іңкәр арғы жақтан қашан кетесің деген қыздың дауысын естіп қалды. Жаныңда біреу бар ма? Кім сөйлеп жатыр? Мен жұмыстамын деп дастан тұтқаны қоя салды.